Мен Сәкен Дильназ, Алмұрызбаев жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгін сіздерге мені тәрбиелеген, маған үлгі болған отбасымды туралы айтқым келеді. Әр адамның өмір жолы отбасынан басталады. Отбасы мінез қалыптасатын, арманға қанат қаққан, болашақ бағыт беретін ең қасиетті орта. Мен еңбек пен жауапкершілікті басты құндылық санайтын шаңырақта өсіп келемін. Мен әкем аудандық электр торабының бастығы. Мамандығы бойынша электр энергетик. Ол еңбек жолын қарапайым монтер болып бастап, кейін инженер, аға инженер қызметін абыроймен атқарып, бүгінгі басшылық лауазымға өзін адал еңбегі мен тамадылығының арқасында жетті. Бұл мамандықтың қиындығы аз емес. Қыстың қақаған аязында, жаздың аптап ыстығында, түн ортасында шақыру түссе, ол бір сәтте ойланбай жолға шығады. Себебі жарық халыққа қажетті ең маңызды нәрсе. Еңбектің нәтижесін бірден көруде, бір ауыл қайта жарық болғанда, терезелерден шам жанып тұрғанын көргенде, сол сәттегі қуаныш бар шаршауды ұмыттырады. Халықтың алғысы әкем үшін ең үлкен қуаныш. Мен үшін әке еңбектің, табандылықтың және жауапкершіліктің жарқын үлгісі. Менің анам ұстаз. Ұстаз болу үлкен жүрек пен шыдамдылықты талап етеді. Анам шәкірттеріне тек білім беріп қана қоймай, олардың адамгершілікке, адалдыққа тәрбиелейді. Ұстаз ұлттың тірегі деген сөздің шынайы мағынасымен анама қарап түсінемін. Ол болашаққа жол ашып жүрген жан. Бұл мамандықты қиындығы да бар. Әр баланың мінезін табу, сабыр сақтау, үлкен жауапкершілікті арқалау оңай емес. Ағам төтенше жағдайлардың қызмет ететін бас маманы. Ол қауіп қатердің алдын алып, адамдардың өмірін қорғауды басты міндетті санайды. Қиын сәтте батыл шешім қабылдау нағыз ерлік. Өйткені төтенше жағдай әр секунд қымбат. Әр шешім адамдардың тағдырына әсер етеді. Бұл мамандықтың қиындығы аз емес. Түн демей, күн демей шақыруға дайын болу, өрт, су тасқыны, апат орындарына бару үлкен жүрек пен мықты жүйкені талап етеді. Ал бұл қызметінің қуанышты сәті аман қалған адамды көру, бір отбасының алғысын есту, бір баланың өмірін сақтап қалу. Сол сәттегі адамдардың көзіндегі үміт пен ризашылық барлық шаруаны ұмыттырады. Мен ағамды батырлығы мен қайсарлығы үшін мақтан тұтамын. Жеңгем де ұстаз. Ол балаларға мейіріммен қарап, олардың бойындағы қабілет аша біледі. Әр шәкірттің жүрегінде жол тауып, сенім ұялтады. Білім берген адам елдің ертеңін тәрбиелейді. Себебі бүгінгі партада отырған бала ертеңгі ел тірегі. Мен жеңгемді мейірім мен еңбегі үшін мақтан тұтамын. Мен болашақ дәрігер-стоматологпын. Мен адамдарға денсаулық пен әдемі күлкі сыйлағым келеді. Себебі адамның күлкісі, оның сенімділігі, оның қуанышы, оның өмірге деген ашық көзқарасы. Денсаулық ең үлкен байлық. Ал сол байлық сақтауға үлес қосу менің арманым. Біздің мамандығымыз әртүрлі. Бірі жақсылық сыйлайды, бірі қауіптен қорғайды, бірі білім береді. Ал мен күлкі мен денсаулық сыйлағым келеді. Бірақ бізді біріктіретін ортақ құндылық бар. Ол адал еңбек, ол жауапкершілік, ол елге қызмет ету. Мен өз отбасыммен мақтанамын. Себебі біздің отбасы еңбегімен елге үлес қосып жүрген отбасы. Ал мен өз жолымды жалғастыратын ұрпақпын.